Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте пайдалы дәрумендерге бай асқабақты суп дайындайтын боламыз. Қажетті ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Бұл супты сіздерге дайындауға кеңес беремін. Қазіргі уақытта асқабақ мезгілі, барлық дәрумендер және де пайдалы витаминдер осы асқабақтың құрамында. Барлығын осылай орташа көлемде турап аламыз. Ал енді қазанға кішкене ғана май құйып, қыздырып, ең алдымен пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Одан соң сәбізімізді, картоплымызды және де асқабағымызды салып, жақсылап, кішкене дәміне қарай тұз салып, жақсылап қуырамыз. Чеснок салуды да ұмытып кетпеңіздер, міндетті түрде салсаңыздар, дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Мінекей жақсылап қуырып алдық. Енді осы мөлшерде су құятын боламыз. Осы мөлшерде су құятын болсаңыздар, қатты сұйық та және қатты қою да болмайды, орташа болып шығады. Ал енді жарты сағаттан соң, барлығы піскен соң, осылай блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Мінекей біздің суп пюреміз дайын. Енді оның үстінен аздап 200 мл-дей сливки құятын боламыз. Сливкидің пайызы 10 немесе 20% аралығында болуы тиіс. Жақсылап араластырып, тағы да 5-10 минуттай қайнатып жібереміз. Мінекей біздің дәрумендерге бай супымыз дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер.